Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі ерекше дәмді болып шығатын арабтардың сүйікті салаты фаттуш салатын дайындаймыз. Маралмен бірге болып видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен осындай лавашымызды 4 бөлшектеп турап шығамыз. Бір қиярымыздың бас жағын алып тастап, ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап шығамыз. Бір қызанағымызды ортасынан бөліп, ортасын алып тастаймыз және де оны да жіңішкелеп турап шығамыз. Сонан соң қызыл пиязымызды да жіңішкелеп тураймыз. Қызып тұрған тапамызға май құймастан лавашымызды екі бетінен қызартып қуырып аламыз. Шамамен 1-2 минут уақыт кетеді. Туралған көкөністеріміздің бетінен аскөкті майдалап турап қосамыз және де заправканы қосамыз. Заправканың рецепті видеоның астында описаниеда жазылатын болады. Барлығын салып болған соң жақсылап қолымызбен араластырамыз. Және де достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Міне біздің өте оңай салатымыз дайын болды. Енді оны тарелкеге салып шығамыз. Дастарханға қоятын кезде лавашымызды бетінен қойып шығамыз. Сол кезде біздің лавашымыз қытырлақ болып тұрады. Біздің өте оңай жасалатын және тойымды фаттуш салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізге шығатынына сенімдімін. Және де қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, комментарий бөлімінде сұраңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.